оның барлығы 5 кісілік деп есептеп. Жоқ, сіз до конца тыңдаған жоқсыз. Мынау 3 кісілік және 5 кісілік. 5 кісілік. Бөлмелер саны 32 екен. Иә? Енді осыны бұл бірінші теңдеуіміз болсын, екінші теңдеуіміз біздің 120 адам сияқты еді ғой. 3 кісілік оған Y-ді көбейтеміз 5-ке, тең 120 адам сияды. Осы бізде 2 теңдеу құрып аламыз. Осыдан біз енді не істейміз? Бізге табу керек мынаны. 5 кісілік қанша не бар екен? Бөлме бар екен, иә? Ол үшін X теңдеймізді 132 азайту Y дейміз. Енді осы жерден 32-ні азайту Y-ді на X-тің орнына қоямыз. Сонда 32 азайту Y көбейту 3-ке, қосу Y көбейту 5-ке, тең 120 болады, иә? Енді осы жерде ықшамдаймыз, 32-ні 3-ке көбейтеміз. 96, мына жерде азайту 3Y, қосу 5Y, тең 120 болады. Енді осы жерде былай ықшамдаймыз, 120-дан азайтамыз 96-ны, неше болады? 24 болады, 24 болады, мына жерде 2 болады. Сонда Y тең болады 24 бөлу 2-ге, Y тең болады 12. Сонда бізде мынау 5 кісілік 12 болды, иә? Енді осы 12 дегеніміз біздің 32 бөлмемізге сай келмей екенін білу үшін мынаға саламыз. X сонда 3 кісілік бөлме 32-ден азайтамыз 12-ні. Тең болады 20. Сонда 5 кісілік 12 болады да, 3 кісілік 20 болады. Енді бұны ОЗХ-да бізде уақыт аз, тез-тезден шығару керек, иә? Мысалы 2 минутты әрі кетсе, немесе 1,5 минуттың ішінде біз осы есепті шығарсамыз керек. Сол кезде бұны жаңағы айтып отырмыз стратегиясы, иә, жаңағы стратегиясы деп тұрмыз ғой, соны нетіміз керек, былайынан. Мысалы 120 деді ғой, 120 барлығы өзі 120 адам сияды, оны теңдей бөледі, 2 неге теңдей бөледі, яғни 60-сы 3 кісілікке кетеді, 60-сы 5 кісілікке кетеді. 3 кісілікке кетсе, онда 3 пен 20 наған кетеді, 5 пен 12 наған кетеді. Сонда 20-ға 12-ні қоссақ 32 шығады мұны. Сонда бізге керек жауабы